Айымғы Хорезм Орайлық Азияның ең сырлы мемлекетлерінен бірі болғаны хақында білесіз бе? Сондай Хорезм әсірлер дауымында ғаризсіз мемлекет сипатында рауажланып келген. Және де Хорезм қорғаларының айымғы диуанларында қандай сырлар жасырынбақта. Көшпелі қауымлер бұл цивилизацияның рауажлануына қандай үлес қосты һәм оның тарихы, мәдени мираслары бүгінгі күнге шекем не себептен тарихшыларды таң қалдырып келмекте. Яғни Хорезм тарихы жұмбақ һәм ашылуларға толы. Айымғы теңгелер, саулатлы сарайлардың қарабақаналары һәм де сирек ұшырасатығын мәдениет белгілері. Айымғы Хорезм сол дәуірлерден ақ вино тайырлауменен таң таратқан еді. Археологлар тапқан май сақланатығын үлкен гүлал ыдыслар қожалық һәм сауданың жоғары дәрежесінен дерек береді. Келін Орайлық Азияның ең қызықлы цивилизацияларының бірінің тарихына жүзленеміз. Бұл Жайхон жойбары. Біз басладық. Хорезм оазисін қоршап тұрған далаларда көшпелі һәм ярым көшпелі шаруашылық қауымлері жасаған. Олар тек арынан шығыс Каспий бойы һәм Арал бойы аралығындағы төменгі Әмударияның Каспий теңізіне құйылған Өзбай аңғарының жағаларында, сондай-ақ төменгі Сырдарияның ескі аңғарлары, яғни Инкардария һәм де Қуандария атрапларында жайласқан. Шаруашылар бұл аймақларда жүдә ерте пайда болған. Әдебиетларда эрамызға шекемгі 9-8 әсірлерге тиесілі шаруашылық сардарлары һәм ақсақаллар жерленген, тагискен мақбаралары Авестода түрге алынған тура, яғни турлар мәдениеті менен салыстырылады. Сондай-ақ Инкдария бассейнде Канха уәлаятының орайы жайласқан деген пікір алдыға қойылады. Эрамызға шекемгі 8-7 әсірлер шекарасында төменгі Сырдария аймағынан келіп шыққан дәсілепкі саклар төменгі Әмударияның шеп жағалауларында жайласады. Сондай-ақ оларға қоңсылас талаларда массагетлер тарқалған. Кейінгі дәуірлерде шығыс Арал бойы аймақларында түрлі сак қауымлері Апасяк, Сакаварка, Аугаси һәм де Тухарлар жасаған. Олар Хорезм оазисі халқы арасында экономикалық мәдени байланыстар рауажланған. Бұл теманың тарихи тәреплерін үйрену процесінде төмендегі жағдайларға әлбетте этибар беру керек. Хорезм эрамызға шекемгі 5-4 әсірлер шекарасы ямаса, эрамызға шекемгі 4 әсір басларында Ахаманилер мемлекеті құрамынан шығып, ғаризсіз мемлекет сипатында рауажланған. Қала берсе Хорезм Салавкилер һәм грек бактері мемлекетлері және де Кушан патшалығы құрамына кірмеді. Хорезм Канх деп аталған мемлекеттің құрамлық бөлігі һәм оның орайы болмаған. Сондай Хорезм тарихында Канхи мемлекеті дәуірі хүкім сүрген деген көзқараслар ескіріп, ілми әдебиетларда бекар етілді. Антик дәуір Хорезм мемлекетінің басқару формасы патша хакимиятынан барат еді. Ариан шығармасында Александр алдына жетіп келген Фарасман Хорезмлердің патшасы деп тән алынған. Фарасман келіп шыққан династияның аты тілекке қарсы ілімде белгілі емес. Эрамызға шекемгі 4-3 әсірлерге тиесілі Хорезм теңгелері табылмаған. Бұл дәуірде Хорезм мемлекетінің аймақлық шекаралары һәм тәсір шеңбері Құбла Арал бойы, Орта Әмудария һәм Шығыс Каспий бой жерлерменен белгіленген. Мүмкін бұл дәуірде Өзбай арқалы Каспий теңізіне баратығын су жолы әйне Хорезмлер қадағалауында болған. Эрамызға шекемгі 2 әсір ақырларынан Хорезм патшалары грек бактрия патшасы Евкрадиттің теңгелеріне ұқсап өз күміс теңгелерін шығара бастаған. Бұл теңгелерде патша атлы суретленген. Зерттеушілердің жазуынша ол көшпелі қауымлердің белгісі болып, эрамызға шекемгі 2 әсірде Хорезмге кіріп келген Юджи Тухар сардарының хүкімдарлығын сәулелендіреді. Бірақ бұл хүкімдарлардың атлары белгісіз. Эрамыздың 1 әсірінде мемлекетте жаңа династияның хүкімдарлығы басланады. 1-3 әсір басларына тиесілі мыс теңгелердегі жазуларда бұл династияның 2 уәкілі Артаф һәм Артамуш атлары анықланған. Әжайып тареп сонда Африғилар династиясы тақтқа ие болу хақында Абу-Райхан Беруни мағлумат берген. Бұл уақия 304-305 жылларға туры келеді деп есапланған.
Бірақ биылғы сәнеге салыстырғанда нумизматика, яғни теңге тану материаллар тикарында жаңа қатынас пайда болды. Абырайлы алым Эдвард Васильевичке қарағанда династияның бірінші патшасы Вазамар, яғни Африх еді. Ойластырып түсіндіруінше, Вазамар бұл патша аты, Африх болса шаңарақ рудың аты. Сол себеплі династияны Вазамарилер, ямаса Афригилер деп атау ұсыныс етілді. Патша Вазамардың хүкімдарлығы басанушылы сәнесі есапқа алынып, Вазамарилер, яғни Афригилер, Хорезм-Шах Мамунға шекем Хорезмде 600 жылдан аслам хүкімдарлық еткенлігі анықланған. Хорезм ойпатлығы антик дәуірін үйрену нәтижесінде Хорезм цивилизациясы айемгі қалалары материаллық һәм рухи мәдениеті естеліктері бүткіл дүнияға белгілі болды. Антик дәуірде Хорезм Орта Азияда қала құрылысы һәм архитектура кең рауажланған ахметлі орайға айланды. Ахаманилер, яғни парсы патшалығы құрамынан шығып мемлекет қарексізлігіне еріскен айемгі Хорезмде диқаншылық оазис районларының сыртқы шекаралары әскери қорғанлар менен бекемленді. Мемлекет шекаралары һәмде сауда каруанлары өтетін орынларда бірқатар қорғанлар құрылды. Бұлардың құдіретлі қорғану имаратлары болып, өз алдына буржылар һәм диуалар ішіндегі оқшылар үшін мөлшерленген екі қабатлы арнаулы жоллардан ібарат болған. Бұндай қорғанлар төменгі Амударияның оң жағалау жерлерінде Бұры қала, Аяз қала, Қорғасын қала һәмде Шеп жағалау сыртқы шекараларында Ақчыгелен, Гауыр қала, Кангақыр қала шамаменен бірдей аралықта жайласқан. Біздің эрамызға шекемгі 4-3 әсірлерде Хорезм мемлекеті хүкімдарлар тарапынан қорғану имаратларының құрылуының себеплері сыртқы басқыншылықтардан қорғану зәрурлігіменен байланысты екенлігін айтып өту керек. Хорезм оазисінің батыс һәм арқа батыс шекараларында көп санлы шаруашылық қауымлері Арал теңізі һәм Каспий теңіз аралығы далаларында жасаған. Сондай-ақ шығыс Арал бойындағы төменгі Сырдария бассейнінде жайласқан шаруашылар экономикалық жетіскенліктерге ерсіп, құдіретлі әскери күшке айланған. Атап айтқанда, сол шаруашылық қауымлері Александр Македонскийдің Бұхара оазисінен пайдалы қазылмалар, шикізатқа бай Қызылқұм ішкерісіне жол алуына тосқынлық еткен. Олар диқаншылық пененде шұғыланып, қалалар һәм қорғанлар құру көнлікпелеріне де ие болған. Сондай-ақ төменгі Сырдария археологлар тарапынан үйренілген Ширик-Работ, Бебиш-Молла, Баланди, Барактом сияқлы естеліктер ұслардың қатарына кіреді. Біздің эрамызға шекемгі 3 әсірге келіп болса, Сырдарияның айемгі төменгі өзенлерінде су таминдатының тоқтап қалуы һәмде Дарияның заманауи өзенінің пайда болу нәтижесінде жергілікті халық бұрын өзлестірген жерлерін таслап кетуге мәжбүр болады. Яғни мүмкін ұсы шаруашылар төменгі Сырдариядан Орта Сырдария аймақларына көшіп келіп, Канг мемлекетлеріне тикар салған болуы мүмкін. Қызық тарап сонда біздің эрамызға шекемгі 4 әсірде айемгі Хорезмнің бірқатар қалаларында, яғни Хиуа, Хазарасп, Қазақлы жатқан Ақшахан қала, үлкен Айбүйір қалада ірі құрылыс жұмыслары әмелге асырылған. Бір уақыттың өзінде кең тармақлы суғару системасы жаратылды. Қалалар өз алдына диқаншылық оазис районлары орайларына айланды. Архитектура жойбары бойынша қалаларда құрылыс жұмысларын әмелге асыру, қорғану системасы һәм ескі имаратларды оңлау, жаңаларын құру, құрылыс технологияларын жетілістіруді талап еткен. Құдіретлі қорғанлар құру имаратлары, ірі бадатхана һәм сарайларды құру үшін миллионлап шикі гербіш керек болған. Мемлекеттің барлық оазис районларының халқы шикі гербіш таярлауменен шұғыланып, оларды зәрур жаңа құрылыс орындарына жеткеріп берген. Кең көлемде бұндай жұмысларды шүркемлестіру һәм әмелге асыру антик дәуір Хорезмінде қалабалық түрде ірі суғару құрылмалары, каналлар құру процесіменен салыстыру мүмкін. Хорезмнің ірі қалалар қатарында эрамыздың 2-3 әсірлерінде құрылған Топырақ қала, эрамызға шекемгі 4-3 әсірлерде құрылған Базар қала һәм майданы 42 гектардан ібарат Қазақлы жатқан айемгі қаласы кіреді. Топырақ қала Хорезм хүкімдарларының династиялық орайы есапланады. Ескі қала торы мүйешлі болып шикі гербіштен тікленген һәм қалың қорғану диуалы менен оралған. Диуалларда шинаклар һәм буржылар бар. Топырақ қаланың орайлық көшесі қаланы екіге бөліп, оның арқа бөлімінен құбылаға, қала дарвазасына барады. Кіші көшелер гүлзарлардың тұрақ жайларын бір-бірінен
ажыратқан. Топрақ қала қаласының тек арғы имараты үлкен ішкі қаласы болып, ол Хорезм хукімдарларының резиденциясы еді. Сарайда түрлі мақсатлерде пайдаланылған 100-ден астам ханалар һәм мүсіндер менен безелген шахлар сарайы да ашылған. Сарайдың бір бөлімі 2 қабатлы еді. Археологлардың жазуына қарағанда қалада шамамен 2,5 мың үлкен жастағы адамлар жасаған. Олардың тек арғы бөлімі Хорезм хукімдарларының резиденциясын қорғау һәм шахларға қызмет көрсету менен бәнд болған. Көп тәрептен топрақ қала айемгі шығыс тарихында белгілі қадаған етілген қалаға ұқсап кетеді. Себебі шахлар қаласына жақынласып кіруге көпшіліктің имканияты болмаған. Беруни мағлұматы беруінше, патша Африкат қаласы жанындағы Альфир орнында жаңа резиденция құрады. Эрамыздың 4-ші ғасыр басыларында топрақ қала сарайы босап қалады. Орта ғасыр географларының жазуына қарағанда, Хорезмнің айемгі пайтақты Даржаш деп аталған ол Кат қаласынан алдын құрылған. Қазіргі күнде Даржаш қаласы Амударияның оң жағасында, Хорезм оазисінде жайласқан Ақшахан қаламенен байланыстырылмақта. Қала 4 мүйішлік формасында болып, қалың қорғану диуалларымен оралған. Диуаллардың сыртқы тарепінде һәм мүйішлерінде буржылар жайласқан. Диуаллардың биіктігі шамамен 12-13 метрді құраған. Қала аймағының арқа бөлімі және бір қала диуалы менен қоршап алынған. Ақшахан қаланың жүді бекемленген бұл бөлімі арнаулы қорғалатұғын мұқаддес қала есапланған. Оның арқа мүйішінде ірі ібадатхана жайласқан. Ібадатхана атрапындағы галерея, дахлиз диуаллары реңлі суретлерменен безетілген. Біздің эрамызға шекемгі 4-2 ғасырлерде Хорезм оазисінің түрлі орынларында ибадатханалар құрылды. Құбла Хорезмде Эль-Харас, арқа батыста үлкен Айбүйір қала орайындағы ібадатхана. Төменгі Амударияның шеп һәм оң жағаларындағы қалалықыр, Гауыр һәм қойқырылған қала ұсылар қатарына кіреді. Олар мемлекет көлемінде бас ібадатханалар вазипасын атқарған. Айбүйір қала ібадатханасынан тысқары олар архитектуралық жақтан дөңгелек формада болып қорғану диуалары менен оралған. Дәслепкі темір дәуіріне шекем Хорезм оазисінде халық тұрақ жайлар сипатында жер төлелерде һәмде үйлерде жасағанын айтып өту керек. Біздің эрамызға шекемгі 6-5 ғасырлерде олар оазис құрылысында тек арынан бақса һәм шикі гербшілерден пайдаланған. Сондай антик дәуірде адамлар жайласқан орынлар бақса диуаллар менен оралған хаулі 3-4 бөлмелі жайлар һәмде ірі үй қорғанларынан ібарат болған. Мысал ретінде айтатын болсақ, Ангхала үй қорғанының тареплері 75 метрға тең болып, яғни ол биік қорғану диуалы және де туры мүйішлі буржлар һәм диуал ішінде оқ ату үшін мөлшерленген жол менен тәминленген. Хорезмлердің тек арғы тіршілік терегі болса, диқаншылық һәм шаруашылық болған. Оазистің қолайлы шариатында рауажланған диқаншылық жасалма суғаруға текарланған. Айемгі үй қорғалардың атрапындағы бағлар, жүзімзарлар һәмде атыс суғарылатұғын жерлер кең майданларға ие болған. Яғни атап айтқанда біздің эрамызға шекемгі 4-2 ғасырлерде Хорезмде үлкен суғару системасы құрылады. Антик дәуірден алдын Хорезмлерде бұндай суғару системасы болмағанында айтып өтуіміз керек. Яғни Амудариядан канал шығару ұсулары бір қанша жетілседі, антик дәуір суғару дәслепкі суғарылған диқаншылықтан сезілерлі түрде парқланады һәмде ұзынлығы 40-50 километр каналларда пайда болады. Қызығы кең тармақлы суғару системасын құру орайласқан мемлекеттік хакимият тарапынан шөлкемлестірілген. Хорезмлер бидай, арпа һәм тары егіп, бақшылықпенен де шұғылланған. Тұрақ жайлар атрапында егісілік майданлары 200-250 гектар жерді құрап, жүзімсарлар да кең атызларды иелеген. Антик дәуірде Хорезм оазисінде Парфия, Маргиана һәм Бактрия сияқты жерлерде вино слеп шығаруға үлкен әхмет берілген. Айрым ауыл қожалығы қоймаханаларындағы үлкен құмларда көп моғдарда вино сақланған. Оның тек арғы бөлегі сыртқы саудаға мөлшерленген. Сондай-ақ өз алдына қалалар ауыл қожалығы өнімлерін сақланатұғын қоймахана вазипасын атқарған. Бұндай жерлерде көплеген қожалық ойықлары һәм құмлар сақланған. Хорезм өнерменшілігі гүлалшылық, тоқымашылық, металға сілеу беру, тағашылық, құрал жарақлар істеп шығару, зергерлік һәм басқалар арқылы ішкі һәм сыртқы сауда саттық талапларын қанағатландырған. Қалаларда өнім алмасуының өнерменшілік һәм ауыл қожалығы арасында диқанлар һәм шаруалар арасында және уалаятлар аралық өнім алмасу рауажланған. Экономикалық оазис һәм
ham rayonlardan alып kelingan tovar өнімлері сауда орайларына топланып, олардан каруан жолларына алып шығылған. Хорезм оазисінде отырықшы халық ham шаруашы көшпелілер ортасындағы өзара сауда үлкен ахметке ие болған. Шөллерден тиханшылар оазислеріне шаруа, көш, тері ham жүн өнімлері алып келінген. Көшпелілер менен сауда байланыстары тәсірінде айрым жерлерде, әдетте оазис ham қала аймақлары шекараларында маусымлық базарлар шөлкемлестірілген. Хорезм халқы үлкен патриархат шаңырақлардан барат болып, жер, шаруа ham мүлікке біргелікте иелік еткен. Бай хорезм шахлардың қожалықларында шорлар, көплеген құллар ham қызметшілер де бар еді. Солай етіп, хұмдарлар қожалығы кең тармақты экономикалық система болып, арнаулы хакімшілік ham финанслық басқаруға текарланған. Топрақ қаладағы сарайдың хорезм тілінде жазылған хүжетлерінде халықтан алынған салық түсімлерінің тізімі көрсетілген. Салық әлі, ұн, май, шаруа, өнерменшілік бұйымлары ham виноменен төленген. Хорезмнің антик дәуір тарихына қарағанда, ибадатханалар абырайы анағұрлым жоғары болған. Яғни жаңа мағлұматларға бола, ибадатхана жамааты тек арнан руханилер һәм хизметкерлерден ибарат болып, олар өзінің жер мүліктеріне, шаруа малларына һәм өнерменшілік ұстаханаларына да ие болған. Жазба деректерден белгілі руханилер жүдә оқымыслы болып, оларсыз қандайда бір жауапкершіліклі үлкен жұмысты басылау қиын еді. Яғни атап айтқанда руханилер диханшылық жұмысларын баслау, өнімді жинап алу мүддетін анық білген деп келтіріледі. Діни маресімлерді руханилерсіз көз алдымызға келтіру қиын, сондай-ақ олар мемлекет басқару мәселелеріне де өз орнында араласып отырған. Хорезм халқының текарғы бөлегін диханлар, өнерменділер, құрылысшылар һәм саудагерлер, сондай-ақ har түрлі жұмыспенен бәнд болған қызметкерлер құраған. Айымғы хорезмде патриархат үй құлшылығы рауажланған. Топырақ қалада табылған хүжетлерде, яғни әлемде қожалықлар тізімі деп енгізілген хүжетлерде шаңарақта жасайтұғын шаңарақ ағзалар тілге алынып, оларға тиесілі құллардың атлары да келтірілген. Үй иесі, оның хаялы, анасы, баласы һәм күйеуінің жеке құраллары санап өтілген. Атап өту орынлы зерттеулер дауамында аймақта 19 шаңарақ тізімлер табылған. Хүжетлердің мағлұматларына қарағанда айрым үйлерде азатлар менен бірге 20-дан аслам құллар жасаған. Бұл хүжетлерді халықты тізімге алу процесіменен байланыстыру мүмкін. Екіншіден, ұрысқа құқықлы еркеклерді анықлау вазипасы да болуы мүмкін. Қожалықлар тізімі айемгі хорезмде қожалық құлшылығы кең рауажланғанынан дерек береді. Хорезм цивилизациясының өзіне тән өзгешеліктеріне ие көркем мәдениет естеліктері менен ажыралып тұрады. Біздің эрамызға шекемгі 5-4 әсірлер шекарасына тиесілі Эл-Харас ибадатханасының диуаларында өсімлік һәм геометриялық суретленген нақсылар анықланған. Сондай-ақ естелікте лайдан ісленген мүсіндердің бөлеклері табылған. Ашахан қала ибадатханасының коридор диуаллары рәң-бәрең суретлеріменен безелген. Соның ішінде айрықша адамлардың портретлері диққатқа лайық. Бұлардың айрымларының басында тач суреті ісленген. Сол себеплі бұл портретлер хорезм биліксіз үкімдарларының суретлері деп аталған. Топырақ қала сарайында шахлар залы, жауынгерлер залы, жеңіслер залы, қарғалар залы деп аталған өз алдына үлкен ханаларда лай мүсіндер һәм диуалдағы адамлар, хайуанлар һәм құслардың реңлі суретлері үйренілген. Суретлеу өнері үлгілерінде діни һәм дүниялық көріністер сәулелендіріліп, олар жанлы, жоғары көркем мәдениет ұсынында ісленген. Суретлеу өнері естеліктері ішінде көп мұғдарда ұшырасатұғын антик дәуірге тиесілі терракота, яғни гүлал хайкелдер, адам жүзі суретленген гүлал нықаплар һәмде гүлал ыдыслардың сыртындағы har түрлі бөртік суретлер әтібарға лайық. Яғни сондай-ақ тек қана хорезм мәдениетіне тиесілі тік тұрған хаял хайкеллер сипатында ісленген үлкен гүлал ыдыс ассуари һәмде гүлал құтыларға ұқсас ассуарилердің қақпағында отырған халда суретленген хаял, ямаса еркеклердің хайкеллері, сондай-ақ ат ямаса түйені мініп отырған шабандоз хайкелі формасында жасалған ассуарилер тәкрарланбас көркем мәдениет үлгісі сипатында тән алынады. Ауыл қожалығы һәм өнерменшілік, суғару системасы һәмде архитектураның кең көлемде рауажлануы әмели білімлер, жаңа технологияларды тұрмысқа енгізуді талап етті. Сол себеплі хорезмде астрономия, геометрия, математика сияқты анық пәнлер, тикарлары рауажланған.
Екі қабатлы биік қой құрылған қала абадатханасынан космослық денелердің әрекетлері бақыланған. Бұл ахметлі астрономия вазипаларына байланысты бақылау нәтижелері диқаншылар үшін үлкен ахметке ие болған. Хамемізге белгілі диқаншылық жұмыслары егін егу, нәл отырғызу хамде өнім жинау маусымлер жыл маусымлерінің алмасуыменен тығыз байланыслы. Хорезмлік рухани астрономлар, мысырлы руханилер Нил тасқыны уақытын білгеніндей, Амудария су бетінің көтерілу уақытын белгілеп берген. Аспан хадиселерін табиат хадиселеріменен байланыстыру һәм салыстыру нәтижесінде Орта Азияда дәслепкі зардуштилік календары пайда болған. Оның тикарында Согт һәм Хорезм календары түзілген. Календар жылы 365 күн һәм 12 айдан абарат болған. Біздің эрамызға шекемгі 5-4 әсірлерде арами әліппесі харплер системасы тикарында Хорезм жазу мәдениет қалыптаседі. Ажайып дәреп сонда емгі Хорезм жазуы антик дәуірде кең тарқалған. Бұл жазу 20 харптен барат болып гүлал бетіне терге һәм ағаш тақталарға жазылған. Хорезм жазу арқылы ахметлі социалық-экономикалық мәселелерді, материаллы һәм рухи мәдениетқа байланысты тарихи машғалаларды үйрену мүмкін. Құжетлерде мемлекет хазинесіне салық системасы сипатында ауыл қожалығы өнімлерін тапсырған халық уәкілдерінің тізімі. Абадатхана қожалықларынан шаруа, өнерменшілік бұйымлары айрықша шақсыларға берілгенлігі хақындағы мағлұматлар. Шаңырақлардың тізімі һәм шақсылардың атлары жазылған және әвес содан белгілі құдайлардың атлары. Амударияның қорғаушысы Құдай Вахшу һәмде басқа да мағлұматлар келтірілген. Хорезмде сарай һәм абадатханалар жанында басланғыш мектеплер болғанлығын болжау мүмкін. Бұл мектеплерде балаларды жазу һәм есапқа үйреткен. Екінші басқышта өспірімлерден қожалық һәм хакімшілік іс жүргізуші хаткерлер таярлану мүмкін. Антик дәуір Хорезм оазисінде зардуштилік талиматы кең тарқалған. Себебі харқилы мағлұматлар соннан дерек береді. Бұлардың ішінде зардуштилердің жерлеу мәресімлеріменен байланысты асуарилер, сүйек ыдыслар айрықша ахметке ие. Орта Азияда ең айемгі асуарилер әсіресе Хорезмде табылған. Хорезмлілер жер, су, хауа һәм отқа сыйынып, бұл мұқаддес элементтерді қадірлеген. Оазисте өнімдарлы һәм отты сүйушілік мәресімлеріне тиесілі ірі абадатханалар һәм отханалар табылған. Бұлар қалалар һәм айрым оазис районлар аймақларында жайласқан болып, діни мәресімлерді әмелге асыруда үлкен ахметке ие болған. Айемгі Хорезм тек қана тарих бетлері емес, ал мың жыллар дауамында орайлық Азияның келбетін қалыптастырған мирас болып табылады. Дәслепкі көшпелі қауымлерден баслап құрамалы қорғану ғимаратлары һәм сирек ұшырасатығын суғару системасына шекен бұл жер ұлылық һәм шыдамлылық рухын өзінде жәмлеген. Біз орайлық Азия, атап айтқанда Өзбекстан тарихы хақындағы саяхатларымызды енді ғана басладық. Бізді болса алдында жүдә қызықлы тарих бетлері күтпекте. Бізді жоғалтып алмау үшін каналымызға ағза болып қойын һәм видеоға лайк, комментарий жазуды да ұмытпаң. Және де бізді достарыңызға да жіберіп қойың. Тарих әрдайым жанымызда. Тек қана оны көре білуіміз керек. Кейінгі саналарда көріскенше.